Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ағасы, қош келдіңіз. Не қызмет? Мен сіздердің Фирдауси қорының қосымшасын телефоныма тартып алып едім. Иә. Бірақ садақа тастайын десем, білмеймін мен телефонымнан ба, мен садақа тасталмай жатырмын. Яғни сіз тіркелгенсіз ба? Білмеймін соның қалай екенін, тасталмай жатырмын мен. Яғни сіз көріңіз, сіздің мына интернет оплатаңыз жабық болуы мүмкін, оны ашу керек. Болмаса сіздің карта мерзімі уақытысынан өтіп кетуі мүмкін. Карта мерзімі уақытылы мен интернет оплатам мен өшігі екен менікі. Жабық тұр ма екен? Иә. Соны открытый қылыңыз. О, аштым. Иә, енді бұл жерде енді сіз бір реттік садақа тастай аласыз, немесе күнделікті садақа тастай аласыз. Болмаса сіз апта сайын тастай аласыз, болмаса ай сайын тастап, тұрақты түрде тастап отырсаңыз болады. Ал мен күнделікті тастағым келеді. Күнделікті егер де сіз 100 теңгені таңдайтын болсаңыз, сіз оны тастап әуре болмайсыз, сізден тұрақты түрде біздің мына қосымша тұрақты түрде сіздің есеп шотыңыздан алып отыратын болады. Мен жұмыста болсам да, ұйықтап жатсам да, сапарда болсам да мен садақамды аламын. Сіз ұмытсаңыз да бұл қосымша сізден садақа алуды ұмытпайды. Садақа қай жаққа кетіп жатыр? Бұл садақа, бұл Фирдауси қоры Сарыағаш медресе колледжінің ресми түрде қор болып есептеледі. Сонда оқып жатқан мыңнан астам шәкірттер бар. Шәкіртақысы, ас-ауқаты соған жұмсалады, және де Қазақстан бойынша мұқтаж жандарға көмектесіп отыр. Неден керемет. Мен беріп жатқан арзымайтын ақшамен қанша сауап істеп жатырмын ғой мен. Иә, сіз сияқты тұрақты түрде көп адам садақа берушілер өте көп, бірақ осы қосымшаны жүктеп алса тіптен жақсы. Және де өзіңіз достарыңызға айтып жүрсеңіз мүлдем жақсы болады. Жақсы, рахмет. Жақсы ағасы.